Медицина бұл тек емдеу ғана емес, бұл адамға деген жанашырлық пен сенім. Мейірбике ретінде мен күнделікті адамдардың үмітін, сенімін және ауысқан сәттерін көремін. Бұл бізге арналған аса жауапкершілік. Бүгінгі таңда медицина саласында сенім мен өзара сыйластық басты құндылықтардың бірі. Пациенттің күлімдеген жүзін көру біздің ең үлкен жетістігіміз. Ал ол үшін ортақ тіл табысу, тыңдай білу, жүрекпен сезіну керек. Пациентке бағдарлаған тәсіл бұл тек медициналық көмек емес, бұл қамқорлық мәдениетін қалыптастыру. Соңғы жылдары нейрохирургия және екі сынық жарақат бөлімшесіне түсетін науқастардың жарақат алу себептері өзгеріп, жаңа сын-қатерлер пайда бола бастады. Бұған заманауи өмір салты, технологиялық даму және көлік құралдарының жаңа түрлерінің көбеюі әсер етуде. Соның ішінде электр самокаттар мен шағын электр көліктері ерекше орын алады. Бұрынғыдай көлік апаттары немесе биіктіктен құлау секілді жағдайлармен шектелмей, енді күн сайын дерлік бізге электр самокатпен жарақат алған жастар түседі. Мысалы, 2024 жылдың жаз айында 17 жастағы жасөспірім көшеде шлемсіз және қорғаныс құралдарынсыз самокат айдап келе жатып, жаяу жүргіншімен соқтығысып, екі аяғында жарақаттап алған болатын. Ол көп уақыт емделіп, оңалту процесінен өтті. Бұл жағдайлар бізге маңызды сабақ берді. Электр көліктердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде тек жүргізуші емес, сонымен қатар заңмен бекітілген қауіпсіздік талаптарын сақтау, қорғаныс құралдарын міндетті түрде пайдалану. Бұл тек жеке қауіпсіздік емес, қоғамдық мәдениеттің бір бөлігі. Біз бір командамыз. Біз үшін әріптестік пен өзара қолдау кәсібиліктің айнасы. Құрметті азаматтар, сіздердің сенімдеріңіз біздің күшіміз. Бірге сапалы және сенімді адамға бағытталған медицинаны қалыптастырайық. Алматы қаласында 12-ші клиника больницасына грудной грижа білен кеп түскен бастықты. Сонда аяқтарым істемеді ойды. Операция болды, жақсы шықты операциядан. Кейін мені реабилитация бөліміне ауыстырдық. Бүйірдіме жаттықуларын бәжіріп атырмыз. Жақсы, сөр больницадағы нелерге әммесіге үлкен рахмет. Әммесін жұмыстарға амат тілеймін.